Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өткен сабақта бастаған жануарлар және тіршілік сабағының екінші сабағын бастаймыз. Дәптерлеріңізді ашып күннің жады мен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделу мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу. Яғни бүгінгі сабағымызда жазылым дағдысын дамытатын хабарландырудың құрылымы, оның рәсімделуімен танысып, өзіміз хабарландыру құрастырып жазатын боламыз. Өткен сабақта грамматикалық тақырып бойынша өткен ақпараттарымызды еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Синонимдер дегеніміз не? Ойланып болсаңыздар, өз жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырыңыздар. Синонимдер мағыналары бір-біріне мәндес, мағыналас сөздер. Мысалы, байсалды, байыпты, сабырлы, төзімді, шыдамды. Екінші сұрақ. Антоним сөздер қалай жасалады? Ойланып болсаңыздар, өз жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырыңыздар. Антоним сөздер мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, шыдамды, шыдамсыз, ақылды, ақымақ, қиын, оңай. Яғни балалар, біз сөз мағыналарының тура және ауыспалы мағына, көп мағыналылығы, синонимдер, антонимдер және амонимдер деген түрлерінің бар екендігін білеміз. Және мұны әрдайым есте сақтаңыздар. Ендеше балалар, хабарландырудың жазылуына, оның рәсімделуіне назар аударайық. Алдымен хабарландыру қандай мақсатта жазылады екен? Хабарландыру мекемелердің, ұйымдардың атынан оның мүшелеріне алдағы болатын іс-шаралар туралы хабарлап жеткізетін құжаттың түрі. Яғни хабарландыру ең алдымен оның кімге арналатындығынан басталады. Мысалы, құрметті мектеп ұжымы немесе құрметті номері 56 мектептің ұстаздары. Немесе сынып көлемінде болатын болса, 5-ші Ә сыныбының оқушыларының назарына. Немесе құрметті аудан тұрғындары. Қандай да бір облыс көлемінде айтылатын болса, Маңғыстау облысы тұрғындарының назарына. Немесе Қазтрансойл компаниясының жұмысшылары. Мінеки ең алдымен хабарландырудың кімге немесе қандай да бір ұжымға арналатындығын анықтап алуымыз керек. Хабарландыруды жазған кезде ең алдымен оның кімге арналғандығы жазылады. Одан кейін хабарландыру не үшін, не мақсатта жазылып отыр? Осының барлығы анық түрде жазылады. Яғни бұл жерде айы, күні, қандай да бір жиналыстың, немесе концерттік шараның, немесе онлайн шаралардың, мәжілістердің, қандай да бір кездесулердің айы, күні, болатын уақыты, оның орны анық түрде көрсетілуі керек. Бұдан соң хабарландырудың соңында хабарландырушы мекеменің, ұйымның аты немесе осы іс-шараны ұйымдастырушы жауапты адамның аты жөні жазылады екен. Мына жағдайларда хабарландыру жасалады екен. Мысалы, қандай да бір мәжіліс, жиналыстарға хабарландыру. Егер мысал келтіретін болсақ, ата-аналар жиналысына,
құрметті 5-ші Ә сыныбының ата-аналары немесе 5-ші Ә сыныбы оқушыларының ата-аналарының назарына. Еліміздегі карантиндік жағдайлардың күшеюіне байланысты 2020 жылдың 23 қарашасында ата-аналар жиналысы өтетіндігін хабарлаймыз. Жиналыстан кешікпеулеріңіз сұралады. Болатын орны Zoom платформасы арқылы уақыты 10:00 ұйымдастырушы немесе жауапты сынып жетекшісі және оның аты-жөні жазылады. Немесе балалар мәдени шараларға хабарландыру жасалады. Мәдени шаралар деп отырғанымыз қандай да бір концерттік бағдарламалар. Мысалы, құрметті аудан тұрғындары, көктемнің құлпырған мерекесі 8 наурыз аналар күніне орай бәрі де ана бір өзіңнен басталды атты концерттік шараның өтетіндігін хабарлаймыз. Кеш қонақтары Айгүл Қосанова және Бауыржан Ретбаев. Болатын орны аудандық мәдениет үйі. Уақыты 20:00. Ұйымдастырушылар аудандық мәдениет үйінің ұжымы. Балалар немесе бос жұмыс орындарына маман іздеген кезде де хабарландыру жасалады екен. Мысалы, құрметті қала тұрғындары немесе құрметті жұмыс іздеушілер, сіздерге Қазтрансойл компаниясына бас есепші маманның керек екендігін хабарлаймыз. Білімі жоғары, цифрлық технологияларды меңгерген болуы қажет. Байланыс номері деп астына байланыс номерін жазамыз, немесе электрондық почтаны жазып кетеміз. Яғни балалар, есте сақтаңыздар, бос жұмыс орындарына хабарландыру жазған кезде қандай да бір маман, яғни ол мұғалім болсын, ол слесарь болсын, ол күзетші болсын, оған қойылатын талапты міндетті түрде көрсетуіміз қажет. Одан кейін байланыс номері жазылады. Мінеки балалар, хабарландыру осындай түрлі мәжілістерді, жиналыстарды, мәдени шаралардың болатындығын қандай да бір ұжымға немесе адамдарға хабарлау үшін жазылатын құжаттың түрі екен. Мысалы, хабарландырудың сіздерге мынадай түрімен таныстырайын. Сіздерді 1 маусым күні сағат 11:00-де ауданның орталық алаңына балалар мерекесіне шақырамыз. Сіздерді ойын-сауық бағдарламасы, қызықты конкурстар, сыйлықтар, көңіл-күй тосады. Яғни бұл мына 3 топтаманың ішінде мәдени шараларға хабарландыру тобына жататын хабарландыру. Немесе шетел тілдер кафедрасы 9-13 ақпан аралығында институтымызда тілдік емес мамандықтарда оқитын студенттер арасында ағылшын тілінен олимпиада өткізеді. Олимпиадада 2 кезеңде өткізіледі. Қосымша ақпаратты мына сайттан көре аласыздар. Бұл хабарландырудың түрі қандай хабарландыруға жатады? Яғни мәжіліс, жиналыстарға хабарландыру түріне жатады екен. Олимпиада өткізіледі. Бұл да бір жиналыстың түрі секілді. Хабарландыру ертең, яғни 27 ақпан күні сағат 10:00-де номері 108 Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл танымдық зертханада орфография, орфоэпия, латын графикасы атты тақырыптарда онлайн сабақ өтеді. Жауапты Кажакбарова. Мінеки балалар, сіздер хабарландырудың түрімен, оның рәсімделуімен, қалай жазылатындығымен, барлығымен таныстық деген ойдамын. Енді сіздерге мынадай тапсырма беріледі. Біздің негізгі тақырыбымыз жануарлар әлемі жайлы болғандықтан, мына берілген жағдаят бойынша
хабарландыру жазыңыздар. Ақтау қаласына келетін Алматы хайуанаттар бағы туралы хабарландыру жасаңыздар. Хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуін сақтаңыздар. Яғни бұл тапсырманың дескрипторы, бағытталған аудиториясын жазасыздар. Яғни кімдерге арналып тұр бұл хабарландыру? Соны жазасыздар. Ең басына жаңа мен айтып өттім ғой. Одан кейін құрылымын сақтау керексіздер. Яғни хабарландырудың мақсаты, болатын күні, уақыты, орнын жазасыздар. Үшінші, хабарландыру жазған кезде сол көпшілікті тартатындай етіп, көбірек шақыратындай етіп, қызықтырып жазуларыңыз керек. Яғни бұл жерде хайуанаттар бағына көбіне кімдер келеді? Көбіне балалар келетін қаперлеріңізге беремін. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауға сәттілік. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін міндетті түрде рефлексия жасайық. Хабарландыру жазуда қандай қиындықтар кездесті? Бұны сабақтың астына комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.